Қазіргі қоғамдағы қиын кезге байланысты көптеген отбасылар жылуға мұқтаж. Халықтан халыққа деп аталатын ұйым бүгінгі таңда осындай қара шаңырақты отбасыға сыйлады. Толығырақ біздің бейнематериалда. Еліміздегі ауыр індеттің кең етек жайғаны халықтың кейбір бөлігіне кері әсерін тигізгені жалған емес. Коронавирус індетінің бірінші толқынында кей тұрғындар көмекке зәру болды. Қиын қыстау кезеңде бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығару үшін түрлі волонтерлік ұйымдар қамқорлық акцияларын ұйымдастыруды әдетке айналдырды. Солардың ішіндегі белсендісі халықтан халыққа қайырымдылық ұйымы деуге толық негіз бар. Бір айдың ішінде 8 миллионға жуық қор жинап, бүгінгі таңда баспана беру үрдісін бастап кетті. Алғашқы 5 бөлмелі баспананың кілті Шығыс кентінде жаздық үлгідегі суық үйде пәтер жалдап тұрып келген көпбалалы отбасыға бұйырды. Әрине, бірінші еліміздің, жұртымыздың арқасы. Алла қаласа, ертең мақсаттарымыз орындалатындай жағдай болып жатса, бізге үлкен үйлер салу. Яғни, екі этажды үйлер бір жанұяға ғана емес, 10 шақты жанұяға, 15 жанұяға, 20 жанұяға, енді келешекте. Қазіргі таңда осы қыс басталмай, айтады ғой қазақта, өз жұртыңызды өзіміз жамайық деп, мұқтаж жандарға жылу сыйлау. Халықтан халыққа қайырымдылық қоры пандемияның бірінші толқынында індет жұқтырған жандарға ИВЛ аппаратын әперді. Жақсылық жасау үрдісін дәстүрге айналдырып, бүгінгі таңда халық үшін өзекті мәселеге айналған баспана бабын алға тартып отыр. Өтініш білдірген жандардың тұрмысына терең үңіле отырып, әлі де баспана сыйлайтындығын айтты. Бүгін бір отбасы қоныс тойын тойлауда. Халқым деп нетіп өйстіп көмек қылып, қол ұшын беріп жатқан осындай үлкен ер азаматтарға көп рахмет. Енді осындай ер азамат тәрбиелеген ата-аналары аман болсын. Рас қатты толқып тұрмын, рас шыны керек. Басында келген кезде осы кісі айтып еді, яғни бұйырса осы 5 балаңыз бар, 5 бөлмелі үй әперем деген кезде, екінің бірі қарап отырса үйтіп нетпейді. Жоқ, шыны керек, көп рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Енді жұмысымызды бастап осы бала шағаны тәрбиелеу керек қой бізге, самое главное аяқтан тұрғызып.